Енді қысқаша ғана мынандай оқиғаны тарихты айтып берейін. Тарих деппін, әлі жүріп жатқан нәрсе. Жақында бір адамға Астананың тұрғыны сыртынан онлайн кредит алған білген, 2020 жылы алыпты. Тіпті сот орындаушыда іс қозғалған, атқару парағы дайындалған. Енді не істеймін дейді. Не істедік? Бірінші кезекте сот орындаушыдан құжаттарды алдық. Сот орындаушы жағдайды түсіндірдік. Екінші, ішкі істер бөліміне арыз жазылды. Өкінішке орай ішкі істер бөлімі заңсыз негізде қайтарды оны. Бірақ енді олардың үстіне әлі шағым жазамыз. Өйткені біріншіден латын тілінде қайтарып тұр, латын алфавитімен жауап беріп тұр. Бір, екіншіден мүлдем зерттемей кешке берген арызды таңертең қайтарып тұр ғой. Зерттедік, көрдік, болмайды деген сияқты қыртынбай әңгімелермен. Енді нотариуске қарсылық жазылды. Нотариус ситуацияны түсінді. Сөйтіп атқару жазбасының күшін бүгін жойды. Енді сырттан алынған кредиттер бойынша келесі қадамдар қандай болғаны жөн. Ондай жағдайда жаңа компаниядан, кредит берген компаниядан бүкіл құжаттар сұратып алу керек. Сол құжаттарды алғаннан кейін жаңағы мәмілені жарамсыз деп тану туралы сотқа арыз тапсыру керек. Жинақталған құжаттармен қайтадан құқық қорғау органдарына арыз, шағым тапсыратын боламыз. Сосын сотқа берер кезде мыналарға назар аудару керек. Біріншіден, займ шартын алған кездегі нөмір кімдікі. Екінші, ақша шотқа түсті түспеді выпискалар аламыз. Осы материалдардың бәрін жинақтап, мәмілені жарамсыз деген талап арызды сотқа тапсырамыз. Осындай проблемалар болса, бізге хабарласыңыздар. Бірақ басынан бастап айтып қоямыз, бәрі тез бірден бітеді деп айта алмаймыз. Баланың өзі 9 айда шыға салады деген сияқты ғой. Өзінің уақыты бар, келіп бірден бізде кейбір адамдар болады. Бүгін тапсырды, ертең біту керек. Сөйтіп алқымнан алатын, өтпеңіздер. Осындай ситуацияларға душар болсаңыздар, осы видеодағы ақылдарды, кеңестерді пайдаланып, өз құқықтарыңызды қорғауға мүмкіндікті алыңыздар. Ал егерде мұндай жұмыстар жүргізуге нерв шыдамайтын болса, жүйкеңіз жұқарады деп ойлайтын болсаңыз, және басыңызды ауыртқыңыз келмейтін болса, онда біз секілді красавчик заңгерлерді таңдаңыздар. Нөмірді қалдырамын. Жақсы сау болыңыздар.